Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дрожжсыз, яғни ашытқысыз жасалатын, өте тез дайын болатын 10 минуттық бауырсақтың рецебімен бөлісейін деп отырмын. Біздің ашытқысыз жасалатын бауырсағымыз үшін ең алдымен бөлме температурасындағы айран қажет болады. Айранымыздың үстіне ас содасын саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Ас содасын салғаннан кейін біздің айранымыз 2 есе үлкейіп көпіре бастайды. Және де осының үстіне қант саламыз және тұз саламыз. Барлығын жақсылап ерігенше осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Тұз қантымыз ерігеннен кейін осы массаның үстіне сұйық майымызды құямыз және де үстінен ақырындап ұн себе отырып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды міндетті түрде елгезерден өткізіп алғанымыз дұрыс. Сонда біздің бауырсақтарымыздың арасы ауамен воздушный болып шығады. Және осы воздушный болып тұрған массамызды басып алмай, осылай венчиктің көмегімен араластыра отырып, соңында қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Илеу барысында қолыңызға жабысып жатса, қосымша аздап ұн себуге болады. Және жақсылап илеп болғаннан кейін демалдыруға бір 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Қамырымыз демалғаннан кейін осылай ұн сеуіп жіберіп, үстінен аздап ұн себемізді екі жағынан кезектестіре отырып жұқалап жаямыз. Қамырдың қалыңдығы өте жұқа болу қажет емес, бізге орташа қалыңдықтағы қамыр қажет болады. Жайып дайындап алған қамырымызды бір 5 минут демалдырғаннан кейін осылай ойып алатын шеңбердің көмегімен ойып шықтым. Бұндай болмаса стаканмен немесе кесемен бөліп алсаңыздар да болады. Немесе 4 бұрышты форма беріп пышақпен кессеңіздер де болады. Осы кезде тавамызға майымызды құйып қыздырып қоямыз. Бұл бауырсақтар ашытқымен жасалған бауырсақтан кем емес. Тез дайын болады. Аяқ асты қонақ келген кезде дайындап жіберсеңіз, сізде жасалуына бар жоғы 10 минутыңыз кетеді және өте дәмді болып шығады. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да басқа рецептерді жоғалтып алмас үшін подписация етіп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.